Шыбын туралы қызықты деректер. Бірінші дерек: қазіргі уақытта жеті құрлықтың бәрінде кездесетін шыбынның 750 мыңға тарта түрі белгілі. Екінші дерек: шыбын шамамен 1 ай өмір сүреді. Үшінші дерек: ұрғашы шыбын бар өмірінде 3 мыңға жуық жұмыртқа таратып үлгереді екен. Бұл күніне 100 жұмыртқа деген сөз. Осыдан ақ олардың қаншалықты жылдам көбейетінін біле беріңіз. Төртінші дерек: басқа ұшатын жәндіктердің қанаты 4 болса, шыбындағы қанат 2. Сондықтан болар, шыбын секундына қанатын 200 рет қағып үлгереді. Бесінші дерек: шыбынның көзі 6 бұрышты 4000 хрусталиктен тұрады. Байқап қарасаңыз, шыбынның басының көп бөлігін көз алып тұрғанын көресіз. Шыбындар түс ажырата алады, әрі адамның көзінің мүмкіндігі жетпейтін ультрафиолетті де айыра алады. Осындай мүмкіндіктеріне қарамастан, шыбындар анық көре алмайды. Алдындағы зат бұлдырлап тұрады. Алтыншы дерек: шыбын алға жылжу үшін алдымен секіреді, сосын артқа бір қадам жасайды, кейін ғана алға жылжиды. Жетінші дерек: шыбын жұмыртқасын тамаққа тастайды. Сегізінші дерек: олардың аяқтарында желім секілді жабысқақ нәрсе болады. Ол қабырғада, төбеде жабысып тұруға көмектеседі. Тоғызыншы дерек: шыбын сұйық тамақты ғана іше алады. Оныншы дерек: шыбын әр 4-5 минут сайын дәретке отырады. 11-ші дерек: шыбын тек Антарктида мен Арктикада ғана жоқ. 12-ші дерек: шыбын сүзек, алапес, топалаң секілді көптеген ауруларды таратады. 13-ші дерек: шыбын иісті 750 метрден сезеді. 14-ші дерек: Гавайда шыбынның қорғауға алынған, жойылып бара жатқан 12 түрі бар. 15-ші дерек: шыбынның иммунитеті күшті. Ол түрлі химикаттарға оңай қарсы тұра алады. 16-ші дерек: сіз әлі сыртқа шығара қоймаған қоқсыңызда 30 мыңға жуық шыбын пайда болуы мүмкін.